Ассалаумағалейкум достар, бауырлар, қалдарыңыз қалай? Бүгін бізде 6 сәуір. Жайықтың жағасында серуендеп жүрміз. Міне қараңыздар, судың деңгейін бір көрсетіп жіберейін сіздерге. Су енді көтерілген. Бұл енді жылда неге осылай көтеріледі су. Естеріңізде болса, су дейтін көтеріліп, басып, неге дейін, баспалдақтарға дейін көтерілген болатын. Сосын мына жерде естеріңізде болса, міне бүйтіп келеді де, сосын былай тіке жар болатын, бүйтіп түсетін. Сонда су басқан. Ағыс бар, су лай. Су енді көтерілген. Бұл енді қыстың қары, жауын шашын деген сияқтылар ғой. Өздеріңіз білесіздер, судың деңгейі бізде неге тікелей байланысты, Ресейдегі Іріклі су қоймасына байланысты. Және Орынбор мен Орск қалаларында Жайық өзені өтеді, сол жақтан солардың судың деңгейіне тікелей байланысты. Былтыр жалпы мен судың деңгейін сіздерге қателеспесем 14 сәуірден бастап түсірген болатын. Бүгін бізде 6 сәуір. Сол осы. Ресейде Іріклі су қоймасында бүгінгі күнге 6 сәуірге 16 куб, секундына 16 куб су жіберіп жатыр. Ал мысалы Орск қаласында судың деңгейі 167 сантиметр, 161 сантиметр судың деңгейі. Жайықтың судың деңгейі Орск қаласында 161 сантиметр. Негізі қауіпті деңгей ояқта 700 сантиметр. Ал Орынборда Жайықтың судың деңгейі 527 сантиметр. Ал қауіпті деңгей Орынборда 930 сантиметр екен. Өзен көріп тұрғандағыдай жағдай тұрақты. Әзірше судың деңгейі қатты көтеріліп тұрған жоқ. Енді көреміз, көктем енді бастап жатыр. Бақылаймыз, қараймыз, сіздерге хабарды айтып тұрамын. Сол достар, менімен бірге болыңыздар. Тағы да видеолар салатын болам. Енді жиі емес, арасында салып тұрам. Одан бөлек балық бар, рыбалка шығамыз бұйырса, оларды да салам сіздерге. Арғы бетте де аулап жатыр балықшылар. Мына жақта осы достар, ауырмаңыздар, сырқамаңыздар, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Ассалаумағалейкум.